Здравствуйте, ребята! 39-й урок «Искусство словесности. Әдебиет өнері». Ты научишься составлять схемы к сложным предложениям, использовать предлоги в речи, сочинять небольшие тексты. Упражнение первое. Послушай стихотворение. Өлең жолдарын тыңдаймыз. Какие бывают слова? Мама, слово любимые, хлеб, необходимые, ветер, летучие, костер, горючее, гора тяжелая, смех веселый, друг душевный, стих волшебный, степь нежный, ученик прилежный. Назови запомнившиеся слова, признаки. Есте қалған сын сөздерді жазамыз. Запиши в тетрадь два словосочетания. Слово предмет, слово признак. Дәптерге екі сөз тіркесін жазамыз. Заттың атын білдіретін және сынын білдіретін. Например, образец. Хлеб, он, какой? Необходимый. Мама, она, какая? Любимая. Нан, қандай? Қажетті. Она, қандай? Сүйікті. Точно так же вы должны написать остальные словосочетания сами. Қалған сөз тіркестерді өздеріңіз жазасыздар. Запомни, стихотворения, рассказы, сказки, загадки, пословицы – это литературные жанры. Өлең, әңгіме, ертегі, жұмбақ, мақал, мәтелдер – бұл әдеби жанрларға жатады. Упражнение 2. Догадайся, тауып көр. Вставь пропущенные слова. Бос орынға сөздерді қоямыз, қажет сөздерді. Например, мысалға, художник рисует картины. Суретші сурет салады, а актер играет в театре. Әртіс театрда ойнайды. Точно так же вы должны самостоятельно найти остальные подходящие слова. Дәл осылай қалған сәйкес келетін сөздерді өздеріңіз табасыздар. Составь схемы к сложным предложениям. Қиын сөздерге схема құрамыз. О каких профессиях в искусстве ты узнала? Өнердегі қандай мамандықтарды білдің? Что сочиняет поэты? Ақындар не шығарады? Упражнение 3. Поработай со словарем. Сөздікпен жұмыс жасаңыз. Найди в толковом словаре слово «словесность». Прочитай несколько его значений. От какого слова произошло слово «словесность»? Әдебиет деген сөзді сөздіктен табамыз, және оның бірнеше мағынасы бар. Соны оқимыз. Бұл сөз қандай сөзден шыққан? Упражнение 4. Составь предложение. Сөйлем құра. Поставь слово в нужной форме. Как пишется предлог со словами? Сөзді қажет формасына қоямыз. Предлогтар сөздермен қалай жазылады? Первый. Пушкин писал о чем? Об осени. Пушкин не туралы жазды? Күз туралы. Раскрываем скобки и ставим слова в нужной форме. Жақшаны ашып, сөздерді қажетті формаға қоямыз. Абай писал о чем? О зиме. Абай не туралы жазды? Абай қыс туралы жазды. Точно так же вы должны поставить остальные слова в нужной форме. Дәл осылай қажетті сөздерді қажетті формаға қойып шығасыздар. Какое значение передает предлог «о»? «О» деген предлог қандай мағына білдіреді? Упражнение 5. Словарный диктант. Сөздік диктант. Литература, словесность, искусство, рассказ, стихотворение, писатель, сказка. Составь с одним из этих слов предложение. Бұл сөздердің біреуімен сөйлем құра. Әдебиет, әдебиет, өнер, әңгіме, өлең, жазушы, ертегі. Осы сөздердің біреуімен сөйлем құра. Упражнение 6. Послушай. Тыңдаймыз. В казахской литературе есть стихотворение, которое когда-то быстро облетело казахскую степь, дойдя до самых дальних аулов. Оно помогло привлечь детей в школу. Қазақ әдебиетінде бір өлең бар.
ол барлық қазақ даласына тез тарады және алыс-алыс ауылдарға да тез тарады, және ол өлең балдарды мектепке шақырды. Знание, увидев свет, дети в школу идите, памяти крепко навек прочитанное сохраните. Учение даст вам счастье, оно озарит как свет. Каждое ваше желание яркий оставит след. Ыбырай Алтынсарин. Переводите это стихотворение. Это какое стихотворение? Бұл қандай өлең Ыбырай Алтынсариннің? Правильно. Кел, балалар, оқылық. Как ты понял смысл текста? Мәтіннің мағынасын қалай түсіндің? Прочитай выделенные в тексте строки. Подумай, что хотел сказать Ыбырай Алтынсарин. Қарамен жазылған сөздерді оқимыз. Ыбырай Алтынсарин не айтқысы келді? Упражнение 7. Исследуй авторскую страницу. 7-ші жаттығу. Авторлық бетті зертте. Работа в парах. Выбери один текст и поработайте с ним. Бір мәтінді алып жұмыс жасаймыз. Жұппен жұмыс жасаймыз. Что помогло маленьким авторам сочинить свои тексты? Кішкентай авторларға не көмектесті? Өздерінің мәтіндерін қалай құрады? Хвастливый листок. Мақтаншақ жапырақ. Однажды весной родился маленький листок. Потихоньку рос и вырос большой лист. Наступила осень. Он пожелтел и стал хвастаться. Бір күні көктемде бір жапырақ дүниеге келді. Үлкен жапырақ болып өсті. Күз келді, ол сарғайды және мақтана бастады. Я один такой красивый, желтый, а вы все зеленые, хвастался он. Хвастался и дохвастался. Рассердились на него остальные листья. На следующий день собрались они и скинули его с дерева. С тех пор лежит он на земле и просит у них прощения, а вернуться на дерево уже не может. Өзі мақтанады. Мен ең әдемі, ең сары жапырақпын, ал қалғандарың жасылсыңдар деп мақтанады. Қалғандары бұған ашуланып, ренжіп, бұны келесі күні талдан құлатып жібереді жерге. Сол кезден бастап ол жерде жатады. Жерде жатып олардан кешірім сұрайды. Бірақ ол қайтып ағашқа міне алмайды. Автор Анастас Мнаян, ученик 3 класса. Авторы Анастас, 3 сынып оқушысы. Так, это он сам сочинил этот рассказ. Бұл әңгімені өзі ойластырған. Что помогло Анастасу сочинить рассказ? Анастасқа әңгіме шығаруға не көмектесті? Сначала придумал название рассказа. Бірінші әңгіменің атын ойлап тапты. Потом интересного героя и действия. Сосын қызықты кейіпкерді ойлап тапты және оның әрекеті. Действия, которые с ним будут происходить. Олмен болатын әрекеттері. Потом придумал, чему может рассказ научить других. Бұл әңгіме басқаларға не үйретеді, соны ойластырды. И использовал разные слова и предложения в рассказе. Әңгімеде әртүрлі сөздерді, сөйлемдерді қолдана білді. Так, а что Кате помогло сочинить стихотворение? Катяға өлең жолдарын көмектесуге шығаруға не көмектесті? Сначала придумала интересную историю про часы. Сағат туралы қызықты әңгіме ойластырды. Потом подобрала слова рифмой. Кейін ұйқас сөздерді тапты и придумала заголовок. Кейін тақырыбын ойластырды. Часы звенят, часы поют, и спать нам утром не дают. А днем часы бегом бегут и за собою нас зовут. А вечером часы мечтает и где-то в сказках пропадает. А ночью сны приходят к нам, не спится лишь одним часам. Катя Иванова, ученица 3 класса. Катя 3 сынып оқушысы. Она сама сочиняла стихотворение. Ол өлең жолдарын өзі ойластырып тапты. Можно ли сказать, что эти авторы владеют искусством словесности? Бұл авторлар әдебиет өнерімен игере алама. Попробуй в паре с другом сочинить небольшой текст по плану, который составили Катя и Анастас.